Сәлем. Айтыскер ақын Балғынбек Имашев шетелдеп террорист деп ұстап алған. Оны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айтыскер ақын Балғынбек Имашев шетелде жүріп ыңғайсыз жағдайда тап болғаны туралы айтып, қызық оқиғасымен бөлісті деп хабарлайды Стан-кз агенттігі. Айтыскер әріптесі Айнұр Тұрсынбаевамен іс-сапармен оңтүстік Африкаға аттанған. Алайда олар діттеген жеріне жете алмаған, біраз қиналған. Айнұр екеуміз Африкаға дейін барып келдік. Қырғыз бен қазақтың айтысы. Енетін болып сертификатқа келді. Африканың Намия деген мемлекетіне баратын болдық. Намияға Пранкурфтан тікелей ұша алмайды екенбіз. Оңтүстік Африкаға барып, кейін тағы барып, ары қарай ұшуымыз керек болды. Бірақ екі мемлекеттегі аттанғаннан кейін сол мемлекеттің визасын алу керек екен. Біз Қазақстаннан ұштық. Германия оған дейін оңтүстік Африка визасы керек дейді. Африкаға тұрмаймыз, әрі қарай Намияға кетіп қаламыз ба дедік. Бүкіл жолаушылар ұшып кетті де, Айнұр екеуміз әуежайда алып қалдық. Пранкурфтың әуежайында тіл білмейміз, ағылшынша білмейміз, орысшамыз түкке жарамай қалды. Екеуміз күтіп отырмыз. Министрлікке біздің ұшамай қойдық деп хабарласып қойғанбыз, деді Балғынбек әңгімесін жалғап. Оның айтуынша бүкіл оқиға лаңкестік әрекеттерін өршіп тұрған кез еді. Тұспа-тұс келген шығар. Терроризм әр кезде жарылыстар болып жатқан кез. Менің сақалым бар, басымда тақия. Айнұрды әшейінде ашық жүретін оранып алыпты. Әуежайда сөмкеден бір жерге қойып, әрі қарай дәретханаға кіріп кеткенім камерадан көрді. Сақалды адам келді, сөмке қойып кетті деп, әуежайдан бәрі шулап кеткен. Айнұр ер адам дәретханасына кіріп кеткен. Балғынбек, қайдасың деп копинкаларды ұрып жүр. Сыртқа шықсам сөмкемді әскер қоршап алған. Қолдарын автомат мені шығарып алды. Ананың ішіне не бар, құжатымды сөмкемді барайын десем, жібермейді. Айнұр қорқып кеткен. Осылай Айнұр екеуміз шетелге шығамыз деп террорист деген атаққа ие болдық, деп күлді айтыскер Балғынбек Имашев. Соңына дейін тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.